Ассалаумағалейкум бауырлар. Міне Рамазан айында келіп жетті. Ал біз уақып жайында не білеміз? Бауырларымыздан сұрайық, осы уақыптың басқа сауапты амалдардан айырмашылығы неде? Уақыт деген бұл басқа амалдармен айырмашылығы ол діни мекемелерге жер болсын, құдық болсын, бір халыққа несі ізгілік тиетін бір жақсы амалдардан бұл. Уақыт дейтін енді ол таусылмайтын сауапқа істеген кісіге мешіт салдырса, біреу адамдарға көмектессе, қайырымдылық қорымен көмектессе, соның бәрі сауапқа жатады. Енді оны айта берсек көп. Жалпы уақыт дегеніміз енді халыққа, адамзатқа пайдасы беретін дүние. Негізі жалпы уақыт деп отқанымыз, мысалы, егер бір адам жаңағындай мешіт ашатын болса, немесе мектеп салатын болса, соны халыққа арнайтын болса, алдағы уақытта оның атынан барып тұратын дүние уақыт дегеніміз. Ал міне бауырлар, естігендеріңіздей біздің жамағатымыздың жауабы осы. Сіздер ары қарай өздеріңіздің ойларыңызды жеткізіңдер. Қандай уақып жасай алғандығы жайында білетін болсаңыздар, астында өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Баршамызға Алла разы болсын.